сол теңіздің қолтығында болған, сол кезде халық соған сыйынған сиқы ата туралы айтайын. Арал теңізінің анау оңтүстігінде Қарапақстан жағында Бозөзек деген жер бар. Теңіздің ішкі жағындағы Жанқожа батыр бейітіне жақын. Теңіздің Қарапақстан жағына қарайтын аумақ. Адам аяғы баспаған жер, қалың сексеуілге толы болған. Осы арада Сиқы ата атты әулие бейіті бар. Ендігі мәселе, Сиқы ата кім? Оған халық неге сыйынған? Сиқы ата әулие туралы кейінгі буын ұрпақтар білу керек. Сиқы ата туралы аңыз ауыздан ауызға тарап бізге жетті. Теңіз жағасында өмір сүрген біраз ағайынның ата-бабалары осы жерде жерленген. Бұл маңайдағы қазақтар Сиқы атаны үлкен әулие деп оған сыйынған. Жанқожа батыр бейітімен екеуінің арасы шамаменен 10 шақырымдай. Екеуі теңіз өзегінің екі жағындағы бетінде жатыр. Қазір бұл жерлер Өзбекстанға қосылып кетті. Біздің бала кезімізде 1960-1970 жылдар аралығында үлкендер Жанқожа батыр әулиеге бару үшін әуелі бірінші Сиқы атаға барып, зираттап, Құран оқитын еді. Содан кейін Жанқожа батыр бейітіне баратын. Енді Сиқы ата туралы аңызға тоқталайық. Шамаменен 12-14 ғасыр аралығында ислам дін таратушы жеті сиық ішкі жақ үргеніш Қожелден шығып, Амударияның бір саласы Қазақ дариядан кемеге мініп, Арал теңізіне шығып, сыр бойына беттейді. Қазіргі мына Қазалы ауданына. Теңізден дауыл тұрып, кеме және ондағы адамдар суға кетеді. Осы кемедегі жеті сиықта суға кетіп, Арал теңіздің әр жеріне ығып шығады. Бізге белгілісі 5 сиық әулие мына жерлерге шығады. Өзі 7 сиық, сол 7 сиықтың бізге белгісі 5 сиық мына жерлерге ығып шығады. Бірінші Сиқы ата, өзіміз айтып отырған Қосшоқыдағы Қараөзек, Бозөзек маңайы ғой. Кемал сиық, Бозгел маңындағы бұрынғы коммунизм колхозының маңы. Басында осы кезге дейін ағып тұрған бұлақ бар. Шобан сиық, бұрынғы көне өркендеу Жанкент қаласының маңы. Шыбыл сиық, Қарпақстанда Мойнаққа жақын. Қабағата, Қосшоқының ары жағында Қарабайды деген жер бар, теңізге жақын, сол арада. Алтын сиық, кейінгі кезде осы Қазалы ауданының тарихшылары ақылдаса келе, адам атаны осы сиық, алтын сиық деп отыр. Бұл адам ата лақалды елді мекеннің солтүстігінде 7-8 километр қашықтықта орналасқан маңайында дарияның ізі жатыр. Осы адам ата алтын сиық екен. Қалған бір сиық теңіздің арғы бетіндегі Құланды жағында. Сонымен 7 әулие сиық теңіздің әр жеріне ығып шығып, Алладан үміті бар иманды адамдардың түсіне еніп, өздерінің денесін тауып алу туралы аян береді. Сиқы ата Қараөзектегі бір мал бағып жүрген шаруаның түсіне енеді. Түсінде: балам, мен Сиқы ата деген атаңмын. Саған жақын жерде теңіз бетінде қалың қамысқа қара. Бір жерден от жанып тұр. Сол жерде есіңе сақта, таң ертең кел дейді. Малшы оянса түсі далаға шығып, теңіз бетте қалың қамыс қараса, қамыстан бір отты көреді. Таң ертең барып, мәйітті тауып алып, арулап, өзі айтқан жотаның басына жерлейді. Қалған 6 сиықта осы адамдарға аян беріп, Арал теңіздің жағалауларына жерленген. Мен бұл әңгімені айтып отырған себебім, әкем сұлтанның туған нағашы Жарықбас Ишанның баласы Жақайым Сыдықбақшы 1930
1942 жылы аралығында осы сиқы атаның шырақшысы болған. Сол сиқы атаның қасында атамыздың мешіті бар. Ол кісінің шырақшысы болған. Одан кейін Мәмбетәлиев Исмаил ата 1950-1964 жылы шырақшысы болды. Ол кісінің баласы Исмаил Құлбайдан осы жоғарыда айтылған әңгімелерді ескемін. Құлбай екеуміз құдандалы адамбыз. 1986 жылы екеуміз сиқы атаға барып, аталарымыздың мешітінің орнына әулие Құран бағыштадық. Сондағы айтылған әңгімені мен қағазға түсіріп отырмын.